Зікірдің пайдалары жайлы хадистер. Тілге жеңіл, таразыда ауыр басатын, әрі Рахманға сүйікті екі сөз. Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Аллаға сансыз мақтау мен шүкіршілік айта отырып, оны ұлықтаймыз. Алла мінсіз, кемшілік атаулыдан ада. Бұхари, Мүслім. Әлхамдулилля сөзі ақыреттегі таразыда ауыр басады. Субханалла мен әлхамдулилля аспан мен жердің арасын толтырады. Мүслим. Кімде-кім бір күнде 100 рет Субханаллахи ва бихамдихи десе, күнәлары теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі. Бұхари, Мүслім. Әрбір таң арайлап атқан сайын тұла бойларыңды қанша буын болса, сонша садақа берулерің керек. Субханалла деп айтқан әрбір тасбих садақа, әлхамдулилля деп айтқан әрбір мадақ садақа, ла илаха иллалла деп айтқан әр тахлил садақа, Аллаху акбар деп айтқан әрбір такбир садақа, жақсылыққа үндеу мақсатындағы әр іс садақа, жамандықтан тыю үшін істелген әрбір әрекет те садақа болып есептеледі. Бұлардың барлығын орнын күн найза бойы көтерілгеннен бастап түске дейін оқылатын дұға намазы басады. Мүслим. Адам баласы өзінің мұқтаждығын сезіне отырып, Аллаға жалбарынуы тиіс. Үнемі Алланы есіне алып, зікір етуі қажет. Өзін үнемі есіне алып, зікір ететін құлдарымен мақтанатын Алла тағала Құдси хадисте былайша баяндайды. Құлым мен туралы қандай ойда болса, мен де оған солай қараймын. Құлым мені есіне алып, маған мадақ айтып ұлықтаса, мен онымен бірге боламын. Егер ол мені іштей есіне алып, мадақ айтса, мен де оны солай есіме аламын. Ал егер мені көпшіліктің ортасында есіне алып, мадақ айтып ұлықтаса, мен оны одан да қайырлы көпшіліктің алдында есіме алып мақтан тұтамын. Бұхари, Мүслім. Алла елшісі ұйқыдан бұрын 33 рет Субханалла, 33 рет Әлхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар деп артынша бірнеше дұғалар оқитын.